Сәлем. Дәл қазір терең тыныс алып, өзіңдегі уайым мен күмәннің, қорқыныш пен күйзелістің демін сыртқа шығарып, бойыңа тыныштықты енгіз. Ал енді мені тыңдашы. Сен айналаңда болып жатқан дүниенің ешбіріне сынбауың керек. Емтихан, отбасылық проблемалар, оқу жұмыстағы, түрлі қарым-қатынастағы қиындықтардың жан жарасы міндетті түрде жазылады. Бұл мәселелер уайымыңның бір тамшысына да тұрмайды. Соны түсін. Қанша қиналсаң да кері шегінбе. Керісінше алға қарай адымдап, қадамыңды нық бас. Математика, жаратылыстану және тағы басқа ғылымдар сенмен бірге өмір бақи болмайды. Және олар сенің бақытты өміріңнің кепілі емес. Мәселе ақшада емес, ұбт-дағы балда немесе дипломыңның түсінде емес. Бар мәселе тек сенде. Тоқта, өзіңді тыңдашы. Өзіңе шекарадан шығып, өмір сүруге мүмкіндік бер. Сенің әлеміңнің орталығы тек өзің екеніңді түсін. Өзіңнің бақытың үшін күрес. Өмір сүруден, өзіңмен өзің болудан қорықпа. Және болашақты ойлай беруді доғар. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүр. Білесің бе, сенің соңғы күніңнің қашан туатынын ешкім де білмейді. Әр күнің соңғы күн секілді өмір сүруді үйрен. Әр бір секундтан рахат алып өмір сүр. Жаныңа жақын нәрсені істе. Сенің жүрегің қалап тұрған нәрсені істеп, бақытты сезінуден артық еш нәрсе жоқ. Сенші, өз жолыңды тек сен ғана таңдайсың. Және дұрыс жасап жатқан, жатпағаныңды да шешуші тек сен. Саған, сенің қолыңнан еш нәрсе келмейді деп айтуы мүмкін. Бірақ, білесің бе, сен алға қарай жүруіңді тоқтатпа. Қоғам қашан да сені шектеулерге тіреп, сені аяғыңнан шалуға тырысады. Берілме. Осы өмірде өз орныңды таба алмай қаламын деп қорқуды тоқтат. Себебі ең басты қателік мәңгілік сәтсіздіктен қорқу. Егер сенің жолың қиын болса, демек, сен дұрыс жолмен келе жатырсың. Бақытқа бастар жол тікенді ну арқылы өтеді. Тоқтама. Өміріңде қандай жағдай болмасын, берілме. Күресуді жалғастыр. Бәрі жақсы болады. Себебі ең ұзақ нөсер жаңбырдан кейін де артынша күн шығады. Сенің қолыңнан бәрі де келеді. Мен саған сенемін. Қайталап айтамын. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүр. Білесің бе, әрбір секундтан рахат алып өмір сүр. Сенің жүрегің қалап тұрған нәрсені жасап, жүрегіңді сезінуден артық сені бақытты қылатын еш нәрсе жоқ. Сенші, өз жолыңды тек сен ғана таңдайсың.